Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосынды немесе айырма түріне келтіру. Мінекей бізде 4 формула жазып қойдым. Қазір бірінші формуланың қалай шыққанын көрсетейін. Қалған формулаларды есте сақтауды айтамын, сосын есептер шығаруға пайдаланамыз. Біз өткенде екі бұрыштың қосындысының синусының формуласын білеміз. Синус альфа, косинус бета плюс косинус альфа, синус бета. Екінші дәл осылай формула, айырмашылығы минусында, яғни жақшаның ішіндегі өрнектің таңбасы минус болса минус, плюс болса плюс түрінде жазамыз, синус бета. Қазір осы екі теңдеуді қосамыз, яғни оң жақтарымен оң жағын қосамыз, сол жақтарымен сол жағын қосамыз. Сол кезде не астына сызып қояйын. Бізде былай болады: синус альфа плюс бета плюс синус альфа минус бета тең. Енді оң жақтарын қосамыз. Сол кезде мына косинус альфа синус бета мен минус косинус альфа синус бета жойылып кетеді. Бізде қалады, екеуі қосылады. 2 синус альфа косинус бета. Әрі қарай осы теңдіктен синус альфа көбейтілген косинус бетаны табамыз. Теңдіктің сол жағындағы синус альфа плюс бета плюс синус альфа минус бета бөлеміз 2-ге. Мінекей біздегі мына бірінші формула шығып тұрған осылай өрнектелген. Қалған формулаларда осындай қорыту ережесі осылай болып келеді. Қазір мен есептер шығарып бастайық. Оқулығымызда бізде енді тангенс альфа, тангенс беталар бойынша оқулықта айтылмаған, сондықтан мен ол формулаларды қарастырған жоқпын. Қазіргі шығаратын есебіміз 28-де 3-ші есеп. Мына жерде енді берілген формуламыз косинус альфа, косинус бета біздегі мына 3-ші формулаға келіп тұр. Осы 3-ші формуланы пайдаланамыз. Енді мына жерде қазір жақшаның ішіне бөлшектерді қосу азайтқан кезде бізге оңай болу үшін бірден мына жерде градустар түрінде жазып жібере салайын. Пи бөлінген 4 бізде 45 градус болады. Ал пи бөлінген 12, 15 градус, косинус 15 градус тең. Ал мінекей мына формулаға саламыз. 2-ден 1 косинус. Екі бұрышты қосамыз. 45-ке 15-ті қоссақ, бізде 60 градус болады. Плюс олардың айырмасы 45-тен 15-ті алсақ, 30 градус болады. Косинус 30 градус тең. Енді де есептеу қалды бізде. 2-ден 1 косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Плюс косинус 30 градуста түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Одан жақшаның алдындағы 2-ден 1-ді жазып алайық. Көбейтілген. Жақшаның ішіндегі ортақ бөлім келтіреміз. Ортақ бөлімі 2, 1 плюс түбір асты 3. Бұдан 1 плюс түбір асты 3 бөлімінде 4. Мұна біздегі берілген есептің жауабы болып табылады. Келесі шығаратын есебіміз 28-де 9-шы есеп. Бұл тобындағы неке мынандай екеу емес үшеу, бұдан да көп 4-еу 5-еу болып келетін болса, бұндай формуланы бірінен кейін бірін қолданамыз. Яғни қайталап қолданып отырамыз. Және бұлай ескертеміз, қатар тұрғандарды алып шығарған ыңғайлы ма, әлде өзіміз қазір қарап есептеп отырып шығарған ыңғайлы ма, соны қарайық. Мына жерде бір коэффициент, косинус бета, мына жерде 4 болып тұр, мына жерде 2 және 4. Енді қазір осы формулаларды біз былай жасып алайық. Мына 8 косинус бетаның өзін жазып қояйық. Көбейту. Косинус 2 бета, косинус 4 бетаны, яғни косинус альфа көбейтілген косинус бета мына 3-ші формулаға саламыз. Көбейтілген 2-ден 1 ақша бізде косинус альфа плюс бета, яғни 2 бетаға 4 бетаны қоссақ 6 бета болады. Әрі қарай 2 бетадан 4 бетаны алсақ, екіншінде плюс косинус. Жақша ішінде минус 2 бета болады, бірақ косинус бізде жұп функция болғандықтан 2 бета деп аламыз. Әрі қарай тең. Мына 8 бен 2-ден 1 көбейтіліп 4-ті береді. Жаққа жазайық. Қысқарып кетеді 4. Енді жақшаның ішіндегі мына
косинус ветамен косинус 6 ветаны, косинус ветамен косинус 2 ветаны жақшаны ашып көбейтейік. Сол кезде косинус ветта көбейтілген косинус 6 ветта плюс косинус тағы да ветта көбейтеміз косинус 2 веттаға тең. Қазір жақшаның алдындағы 4-ті жазып қояйық. Енді мынандай бір тік жақша алайық. Қазір бізге керек болады. Косинус альфа косинус ветта формуласына саламыз. Мына 3-ші формулаға. Сонда 2-ден 1 жақша косинус веттаға 6 ветта қоссақ 7 ветта болады. Плюс енді веттадан 6 веттаны алсақ косинус 5 ветта. Бірінші көбейткішіміз орындалды. Плюс тағы да 2-ден 1 екінші косинус ветта, енді косинус 2 ветта бойынша жұмыс жасаймыз. Сонда косинус веттаға 2 веттаны қоссақ 3 ветта болады. Плюс косинус веттадан 2 веттаны алсақ минус ветта. Косинус функция болғандықтан косинус ветта болып неке жақшаны жабамыз. Қазір мына жақшаның алдында тұрған 4-ті жазып алайық. Және мына жерде 2-ден 1 екеуінде де бар, ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда былай деп жазсақ болады. Жақшаны жазып қояйық. Қалған өрнектер көшіріп жаза қояйық. Косинус 7 ветта плюс косинус 5 ветта плюс косинус 3 ветта және плюс косинус ветта. Неге есептің мағынасы 4 пен 2-ні қысқартып жіберсек, тең деймізді, 2 деймізді қалды. Жаңа мына ішіндегілер қайтадан көшіре қоямыз. Косинус 7 ветта плюс косинус 5 ветта. Енді ретмен кішісін бірінші төмендеп жаза беруге де болады бәрібір. Плюс косинус 3 ветта плюс косинус ветта. Неге есептің жауабы осы. Келесі 28-де 17-ші есеп сатылығына екіншісін көрейік. Мына жерден бірден формуланы пайдалануымызға да болады, балдар. Бірақ мына жерден мынаны ескерейікші. Синус альфа, косинус альфа бұрыштары бірдей болып тұрды, соны пайдалансақ, мына 4 2 көбейту 2 деп алғанда 2-ның өзін жазсақ 2. Сосын қалған екісі 2 синус альфа, косинус альфа бізде синус 2 альфаның формуласын береді. Ол бізде береді синус 40 градус, 20-ның 2 еселенгені. Көбейтілген косинус 80-ді ала берсек те болады, бірақ косинус 80-ді синус 10-мен де ауыстыруға болады. Тең, енді бар, мына формулаға біз қайсысына кейін 4-ші формуланы пайдаланамыз, тең. 2-ні жазып қояйық, көбейтілген 2-ден 1 жақша ішінде синус, бізде синус енді альфа, синус веттада косинус жүреді ғой. Косинус екеуінің айырмасы 40-тан 10-ды алсақ косинус 30 градус. Сосын плюс, жақшаның ішінде екеуінің плюсын аламыз ғой. Ортасы минус, косинус, енді екеуінің айырмасын аламыз минусын. 30-дан 40-қа 10-ды қоссақ, бізде 50 градус болды. Енді бірінші жақшада минусымен жүреді, екінші жақшада плюсымен жүреді. Әрі қарай тең, енді екілер қысқарып кетеді бізде. Косинус 30 градуспен косинус 50-дің мәні қалып тұр ғой. Енді 30-дің мәні таблицада бар. Біз білеміз оны. Түбір асты 3 бөліп 2. Яғни косинустың 30 градусты, синустың 60 градусын береді. Минус косинус 50 градус. 50 градустың мәнін кестеде жоқ, біз енді жоқтап табуға болады. Осы түрде қалдыра береміз есепті. Неге құрметті оқушылар, осымен біз бүгін 9-шы сынып алгебрасындағы жалпы тригонометрияға байланысты барлық тарауды бітірдік. Енді келесі тарау басталады. Бізде ықтималдықтар теориясы деп аталатын біздің арналарымыздағы сабақтарымыз ұнаса, міндетті түрде біздің арнаға тіркеліңдер, өздерің достарымен, сыныптастарымен бөлісіп отырып, және пікірлеріңді қалдырыңдар. Келесі сабақта кездескенше.